Нашақорлық, есірткіге әуестену әлемді алаңдатып отырған күрделі мәселе. Сондықтан қоғамда белең алған бұл індеттің алдын алу барша азаматтардың міндеті. Зерттеулерге жүгінсек, кейінгі 15 жылда елімізде ғасыр дертіне шалдыққандардың саны 20 есеге көбейген. 20 ғасырдың басты індетіне айналған өзекті мәселенің өршіп кетпеуі әуелі жастардың өзіне байланысты. Олардың тәлімі мен өскен ортасы қоғам дертін ауыздықтау, бос уақытын тиімді пайдаланып, бұқаралық спортпен шұғылдануы, түрлі өнерге өздерін бейімдей білулері шарт. Егер сіз өз ортаңызда бұл індетті жұқтырған жандарды немесе есірткі алып сатарларын көріп жатсаңыз, дер кезінде құқық қорғау органдарына хабарласып, бұл індеттің өршіп кетпеуіне өз үлесіңізді қосуға шақырамыз. Айналаңызда нашақорлықтан қол үзуге ниет еткен жандарды облыстық наркодиспансерлік орталыққа баруға, ем қабылдап, қалыпты адамдар қатарына қосылуға қол ұшын беріңіз.